тебе надо сделать аборт. Может, она доживет, не доживет. Нет, она живет. Мен қызымыз аяғымыздан әзір аяғына баса алмайды. Бірінші осы B Group компаниясына келуіміз былайша қарағанда бір Құдайдың құдіретінің арқасында, если честно. Өйткені бізге солай айтты, туысымыз істеп жатыр ғой ағамыз. Сондай бізде, сондай B Group'та сондай не болып жатыр. Сіз жазайын ба деді, ренжімейсің ба деді. Ойбай, ренжігенде мен қайта қуанам. Жазыңыз, мен сондай емдейтін адам таппай жүрмін, өйткені за граница шыға алмаймыз біз. Сонымен Ленинградтан Шедовченко деген врач келе жатыр, соған консультацияға келіңіз деді. Сол консультацияға келдік, ол кісі апрельде операция жасайын деді. Сол операциядан кейін мен аяғы толығымен жазылып тұр, бүгіліп тұрған аяқ. Бұл бірінші. Енді B Group'тың компаниясының жаңа Жұлдызай несінен реабилитацияға келгенбіз, послеоперационный реабилитация. Сол жерде Израильден келетін врачты естідік та, сол кісінің как раз осы стопаның специалист екенін естіп, осы кісіге консультацияға жазды. Егер сіздер болмағанда бұндай врачты біз таба алар ма едік, біз бұндай больницаға бүйтіп мынандай қаражатсыз тегін келіп емделе ала алмадық. Шыны керек, біз үшін бұл тіпті ойымызға кірмейтін не тұғын. Сондықтан енді осыдан нәтиже жақсы болады шығар деп күтіп отырмыз. Должны ходить деген Шедовченконың сөзі бар. Біздің негізінде квотамыз августтың 30-ы болатын. Содан біз қайтадан Шығыс Қазақстанға, Өскемен қаласына барып, осы врачтар келеді деп осыны ауыстырып тұрып, осы мен сонымен келіп отырмыз. Енді баламның осы шапқылап кеткенін күтем. Осы ортаға оралып, емі сол шипа болсын деген. Менің атым Нұрислам. Мен Шығыс Қазақстан облысы Қалбатау ауылынан келдім. Менің ағам бар, бауырым бар, апайым бар. Үйде олар күтіп жатыр ма? Иә. Сен келгесін не айтасың оларға? Мен сендерді жақсы көремін, уайымдамаңдар. Мен өзім шындығында үлкен баламда инвалид, бір айлығында инсульт алған үлкен балам. Екі балам мүгедек болып отыр. Беременна кезде что-то ішім жөндеп қимылдамайды деп бардым. Оказывается, менде маловодье, бала тазовый отырып қалған, іште қимылдамай. Бәрі нормально деп кесарьмен босандым, қыздармен кейін мынандай болып жатыр. Алдын алу сол опытный дәрігерлер болса екен деймін, білімді кішкене. Сатып алмаған дипломды. Қызым 2 жас 4 айда қазіргі таңда, бірақ әлі жүрмейді. Осы Жұлдызай фондының арқасында осы жерге операцияға, ота жасауға келіп отырмыз. Балдарды жыламаса екен деймін. Осы кезге дейін балам жылап келді қызым. Врачты көрсе жылайды, уже жүрегі қайтып қалған. Дәл қазір қызым операцияда сәтті шықсын деп Құдайдан тілеп отырмыз. Рахмет ол кісілерге. Осылай көмектесіп жатқандарына, қол ұшын созып жатқандарына. Ол кісілер осылай қаражатын бөліп көмектеспегенде Израильға барамайтын да едік бұл профессорға. Үлкен рахмет. Отбасыларыңыз аман есен болсын. Бақытты болыңыздар, балаларыңыз ауырмасын.